Әкем жұмыстан келе жатқанда бізді, әкем мен әпкемді және мені ылғи тракторының кузовына отырғызып алатын. Үшеуміз мәз боламыз, у-шу боп келе жатамыз. Әкем еске түскенде тек осы көрініс қана көз алдыма елестейді. Анам болса далаға үлкен қазаның астына от жағып, тамақ істеп, кейде су ысытып, кір жуып жататын. Бізді еркелетуге уақыты да, аса бір мейірі де болмады. Сол жылы менің артымнан ерген інімнің дүниеге келгеніне жыл да толмаған болатын, ал анамның тағы аяғы ауыр еді. Түн ішінде шуылдаған дауыстар шықты. Анам талып жатыр, ағам еңіреп жылап отыр. Әпкем кішкентай інімді көтеріп далаға шығып кеткен бе, көрінбейді. Төсегімнен тұра сала анама қарай жүгірдім, бірақ бір әулетті қол анама жеткізбей көтеріп алды. Көтерген қалпы далаға шықтық. Дала тас қараңғы. Жүріп келеміз. Бір кезде жарығы бар бір үйге келдік. Әпкем мен інім сонда отыр екен. Інім ұйықтап қалған, ал әпкемнің көзінен үрейді байқадым. Сөйтсек, біз сол түні арқа сүйер Асқартау әкемізден айырылған екенбіз. Қырманда жүрген жерінен аяқ асты жүрегі қысылыпты. Әкем қайтқан соң уақытынан ерте босанған қарындасым анамды әбіржітіп жіберді. Бізге қарайласып әкемнің алыс туыс ағасы мен әйелі жүрді. Жастары біразға келсе де, балалар жоқ, олар бізге кәдімгідей қамқор болды. Жаздың соңғы күндерінің бірі болатын. Далада ойнап жүрген жерімізден әпкем бізді үйге ертіп келді. Үйде туыс ағамыздан өзге тағы бір екі нағашыларым отыр екен. Қайнаға, осы үйдің отағасы барда, өзіңіз білесіз. Бар болдық, жаман тұрмадық. Ол кісі балажан еді ғой. Сіздерге бір шикі өкпесін қимаса, өзі әне ана дүниеге ерте барып жатып алды. Енді мына шиеттей балаларды асырап бағудың өзі қиын-ақ. Өзіңіз сұраған бір баланы сізге қидым. Үлкенім қолқанатым, әкесінің орнын басты. Қыз бала жат жұрттық қой, ал кенже ұл деген тәтті болады екен. Сізге мына ортаншыны теліп отырмын, деп анам ұзақ сөйледі. Ұққаным, 7-ге толып жатқан мен баласы жоқ алыс ағайындарға бала болады екенмін. Көзіме жас тығылды. Менің пікіріммен санасып жатқан ешкім жоқ. Сол күні шын жетім екенімді түсіндім. Қайран әкем. Тіпті бір күнге де нағашыларға жібермейтін еді. Анам да, әкем барда бізге қатты сөйлемейтін. Енді бар киімімді өскенде інің киеді, саған жаңасын сатып әпереді деп алып қалды. Аяғымдағы сынын бермеген аяқ киімімді де алып қалды. Жыртылып айырылғалы тұрған сандалымен жіберді. Неге мен? Деген сұраққа жауап таппай, кеудемді өксік қысып барады. Әкем қайтқан соң бұрынғыдай емес, нанның өзін есептеп беретін. Даладан кіргенмен үлкендердің көзін ала бере, інімнің нанын жеп қоюшы едім. Сонда анам нан соғар деп ұрсатын. Демек, нанды көп жейтін болған соң мені жіберген екен ғой. Енді нанды аз жеймін, тіпті өз нанымды бопашпен, яғни інімен, бөлісіп жеймін. Ішіме өксік толып іштей осылай деп күбірлей бердім. Мен кетіп бара жатқанда тек әпкем жылады, ал мен онсыз да егіліп тұрғам. Анамды менің көз жасымда жібіте алмады. Осылайша мен өз үйімнен 30-40 шақырымдай алысқа кеттім. Аудан орталығы тәрізді ауыл екен. Мен келеді деп біраз дайындалғаны көрініп тұр. Арнайы маған деп дайындаған бөлме өмірі жатып көрмеген төсек тұр. Келе сала өгей әкемен моншаға түсіп шыққам. Үйімнен келген киімдер солайымен екінші анамның тандырына сүңгіп кетті. Ал маған өзіме шақ киімдер әкелді. Үйренсе алмай жүргенде 2-3 күнде анам келді. Далада екінші әкемнің көлік жөндеп жатқанын қызықтап отырғам. Анам келгенде қатты қуандым. Мені алып кетуге келген екен ғой деп. Бірақ анам маған қарағанда жоқ. Жүрегі біржола суысын дегендей кетер-кеткенше назар салмады. Анам біраз азық түлік әкетті. Содан кейін сол жақта тұрып жаттым. Жазғы каникулға шықсам болды. Лагерге, не екінші анамның төркіні Қапшағай жаққа, әйтеуір басқа аймаққа демалып қайтуға жіберетін. Кейде туған үйіме де баратынмын. Ол жақтан мен киімнен дым қалмай жалаңаш келетінмін.
Анам жарықтық, сен ішіп жеп жүрсің ғой деп, бар дәмдіні ағам мен ініме тосатын. 8-ге көшкен жылы екінші әкем ауырып қайтты. Осыдан кейін өзімді тіпті жек көретін болдым. Мен әкеге жарымайтын сор болдым. Мүмкін мен бала болмасам, ұзақ өмір сүрер ме еді. Өзімді осы оймен іштей мүжейтін едім. Бірақ екінші анам ылғи мені көтермелеп отыратын. Сені асырап алғаным қандай жақсы болған. Қарашы, мен жалғыз қалар едім. Шүкір, сен барсың, деп тәубесін айтатын. Екінші анам мен әкей қайтқан соң Алматыға қарай көшіп келдік. Анамның ауқатты төркіндері дайындап қойған үйге кірдік. Жылдар өте анам зейнетке шықты, ал мен беретін азық түлігіне қызығып, техникумге оқуға түстім. Бұлайша пысық болдым. Енді баласы мектепті бітіріп ата-анасына оқуға түсір деп отырғанда, мен керісінше үйге азық түлікті үйіп қоятынмын. Бітірген жылы әскерге кеттім. Анау-мынау емес, ауған жеріне. 1989 жыл еді. Қазіргідей телефон жоқ. Қан мен оттың ортасынан әрең дегенде 2 жылды жартылай өтеп қайттым. Келсем, Алматыдағы үйімізде туған анам мен бауырларым кеп тұрып жатыр. Ал асырап алған шешем өмірден қайтқан екен. Маған хабар бергізбеген. Туған шешем келген соң бірақ естір депті. Мына үйді ағаңның атына жаз. Сен оқығансың ғой, үйіңді өзің тауып ала аласың. Ағаң бізді асыраймын деп мектепті толық аяқтамады, деп әңгіме бастады. Төрде көсемсіп сөйлеп отырған шешемді туған шешем болса да қуып шықтым. Асырап алған анам тірі кезінің өзінде ақ не алса да менің атыма жаза беретін. Үйде, қала сыртындағы саяжайда менің атымда. Ауған соғысынан аздап зардап көргенмін. Көп ұзамай жалғыздықтан жабығып үйленемін деп шештім. Туған шешеме ара ағайындар арқылы сәлем айттым. Бірақ ол кісі келмеді. Есесіне осындағы екінші шешемнің бауырлары көмектесті. Бас құда болып туған інісі, құдағи болып соның әйелі жүрді. Келер жылы ұлды болдым. Сол кезде бірақ келді шешем. Маған дер кезінде хабар бермедің. Құдағи боп мен емес, бөтенің барғаны қалай, деп жай келмей өкпе арта келіпті. Және тағы бір өкпесі бар екен. Мен баламның тегіне екінші әкемнің есімін жаздырған едім. Оған да біраз шу шығарғанда шыдай алмадым. Кезінде мені, керек емес, артық нан соғар деп берген өзің емессің бе? Кішкентай дәрменсіз кезімде керегім жоқ еді. Ал қазір менде бәрі бар болған соң керек болып қалған екенмін. Бала кезде де үйге мені тек үстімдегі киімді тонап алып қалуға ғана шақыратын сияқты едің. Әкемнің дәл сен сияқты жанды тапқанын қарашы. Екінші анам нағыз ана болды. Не керек? Жылдар бойғы іште толып қалған запыран 5 минутта сыртқа осылай шықты. Басы салбырап кеткен шешем үнсіз қалды. Шешем ауылға қайтты. Ал інім мен қарындасым менің үйімде жатып оқуға түсті. Ара кідік ауылдан тек шешем ғана емес, аға жеңгем, әпкем де келіп кетіп жүрді. Алматыға келсе тұрақтайтын үйі осы болды. Ақшаның басын құрап қаланың шетінен үлкен жер сатып алып қойдым. Байқауымша, қала үлкейіп келеді. Әлі ақ бұл жер қала шеңберіне кіретіні сөзсіз. Көп ұзамай-ақ айтқаным келді. Жердің жартысын қомақты бағаға сатып, қалған жерге үлкен етіп сауда үйін салдым. Астында үлкен асханасы бар. Шыққан шығын 2 еселеніп қайтқан соң, тағы бір жер сатып алып құрылысты бастап кеткем. Бір күні ауылдан шешең қатты ауру, сені сұрайды деген хабар жетті. Бір шаруаға бөгеліп, айтқан уақытта бара алмадым. Таң қараңғысы болатын. Тура әкем қайтқан түн сияқты, түн ішінде телефонын безектеп ала жөнелді. Тұтқаның арғы жағында әпкем боздап жылап тұр. Ауылға жедел жеттім. Анамыздың ауырып жатқанынан хабардар болса да, бауырларымның шарасыз отырғанын көрдім. Соятын мал жоқ. Үйде ескіріп аңқа-саңқасы шыққан. Қаладағы жолдастарым да, әйелімнің туыстары да келе жатыр. Ешқандай сөзге қараған жоқпын. Ауылдан ең жаңа салынған деген үйді сатып алдым да, дереу сол жерге 2 қазақ үй тіктірдім. Анамның сүйегі өз босағасынан шықты, бірақ келген қонақтың бәрін екінші үйден шығарып салып тамақтандырдық. 2 жылқы, 10 шақты қойды сойып тастағанда ауыл адамдары таңдайларын қағысты.
Бүкіл қажетінің бәрін Алматыдан алдырдым. Олпы-солпы киініп, бастарын салбыратқан аға мен інімді көріп ойландым. Кім біледі, мені де бермей алып қалғанда осы екеуіндей болар ма едім. Кім білген. Бірақ бәрібір көңіл түкпірінде туған анама деген сағыныш пен өкпе нала қатар туралап қалған екен. Анам қайтарында маған не айтқысы келді екен деген сұрақ бір жағынан тағы қинады. Анамның жылы өткен соң інімді қалаға көшіріп алдым. Ағама шаруа қожалығын ашып беріп, ауылдың бір шетінен қора жайын салып беріп, бағатын малына дейін сатып әпердім. Әпкем де қалаға көшті. Бір отбасын бүгінде бір өзім жайғап отырмын. Маған шешемнің айталмай кеткен аманаты, бауырларыңа қарайлас деген сияқты көрінеді де тұрады.